Армысыздар, қадірменді қонақтар. Бүгін біз шаңырақтың шырағын жағып отырған аяулы келіндерімізді сахна төріне шақырсақ. Бүгінгі байқауымыздың қатысушысы Хайдарова Марифат ортаға келсе. Қошеметтеріңіз. Екінші қатысушымыз Әлбиева Қалай ортаға келсе. Қатысушыларымызға қошеметтеріңіз. Екінші қатысушымыз Әлбиева Қалай сахна төріне шақырамыз. Және де Садықова Гүлзира келін сахна төріне шақырамыз. Және де Еркін Аружан келініміз. Сонымен қатар Іргебаева Бақыт Күл сахна төріне шақырамыз. Көп рахмет. Және де бүгінгі байқауымызға қатысушыларымыз сахна төрінде тұр. Бүгінгі сайысымызға төрелік ететін сайысымыздың әділ қазыларымен таныстырып өтейін. Әділ қазылар алқасында Сауран ауданы мәдениет үйінің режиссері Жүсіпбеков Асыл Серікұлы. Және де әділ қазылар алқасында Сауран ауданы әжелер алқасы төрайым орынбасары Полатова Райхан анамыз келіп отыр. Сонымен қатар әділ қазылар алқасында қоғам белсендісі ардақты ана Сұлтанова Меринса анамыз келіп отыр. Көп рахмет. Қатысушыларға дайындалуларыңызға рұқсат. Және де бүгінгі байқауымызда шарымызды ашып беру үшін алғашқы сөз кезегі Түркістан облысы Зайып жандар қоғамдық бірлестік басшысы Әйтек Зәуре Абдыразақ қызын құрметпен сахна төріне шақырамыз. Армысыздар, құрметті біздің қоғам мүшелері, барша көрермендер, бүгін 3-ші желтоқсан дүниежүзілік мүгедектерді қорғау күніне арналған атаулы мереке. Білесіздер, қорғау күні осы мемлекеттің жалпы атқарушы биліктің мүгедектігі бар жандарға көңіл бөлсе, осыларға қарап жан-жақты қолдау көрсетсе деген мереке атаулы. Баршаңызға осы мереке құтты болсын дегім келеді. Мынау арнайы ұйымдастырып жатқан осы іс-шараны тақырыбы өте күшті, керемет. Естіп отырсыздар, келіндер сайысы өте жақсы. Бұны негізі ұйымдастырып жатқан біздің Нүлефар қызымыз, және біздің Марат Набиұлы. Осыларға жақсылап қошеметтеп қойыңыздаршы. Және де қолдау көрсетіп отқан демеушілерге, осы Сауран ауданы әкімшілігіне тағы да бір қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Сіздерге не деймін? Сіздерге зор денсаулық, бақытты да баянды ғұмыр тілеймін. Шаршамай осылай әрдайым белсенді болып жүре беріңіздер. Және де мен алғыс хаттарым бар еді, сразу шыққаннан кейін ұсынып кетейін, рұқсат болса, алғыс хаттарды студио алып келіңіз. Жүргізуші тексті әдемілеп оқып берсе, біз ұсынамыз. Көп рахмет. Ендеше марапаттарыңызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Жалалов Марат, сізге облысымыздың әлеуметтік дамуына қосқан үлесіңіз бен белсенді қызметіңіз үшін көз мүгедектігі бар зағип жандарға бұқаралық спортқа, мәдениетке баулып, жан-жақты қолдау көрсетіп, сау адамдармен тең құқылы екендігін сезіндіріп келе жатқан еңбегіңіз үшін шын жүректен алғыс айтамын. Сізге зор денсаулық, берік рух, қажымас қайрат, бақытты да баянды ғұмыр, отбасыңызға ырыс, береке тілеп, абыройыңыз асқақ, өмірде беделді болып, еліміздің өркендеуі жолында жаңа табыстарға жете беруіңізге тілектеспіз.
ізгі ниетпен Айбек Зәуре Абдразаққызы. Және де дәл осындай мәтінде Иманбердиева Талшын марапатталады. Бармауысы Иманбердиева Талшын деген. Дәл осындай мәтінде арнайы алғыс хатпен Бабаханова Нилюфар марапатталады. Енді арнайы осы алғысхат осы жердің әкімі аты-жөнін айтыңызшы. Таңатаров Мақсат Асылбекұлына. Таңатаров Мақсат Асылбекұлына құрмет қойыңыздаршы. Қабылдайтын адам бар ма? Қане сөзін қабылдайсыз? Иә. Ал Мақсат мұндағы құрметтеңіздер. Ал көп рахмет. Енді Құдақаласа мынау керемет сайысты тамашалаңыздар, бәріміз қошеметтеп, құйқылап отырайық, иә? Іске сәт, қатысушыларға сәттілік. Қатысушыларымызға сәттілік, марапат иелері марапаттарыңыз құтты болсын. Бүгінгі байқауымыздың кезеңдерімен сіздермен таныстырып өтейін. Бірінші кезеңіміз сәлем сөздің анасы. Келіндер жеке реттік сандарымен шығып өздерін таныстыратын болады. Екінші кезеңіміз тіл өнердің кілті. Келіндерге ситуациялық, тапқырлық сұрақтар қойылады. Және де үшінші кезеңіміз өнерлі келін өрелі ұрпақ. Келіндердің бойындағы ұлттық өнерге, шығармашылыққа деген қызығушылығын арттыру. Көпшілік алдында өз өнерін еркін көрсетуге мүмкіндік беру. Және де төртінші кезеңіміз шебер келін дәмді салат деп аталады екен. Келіндер ас дайындау шеберлігін, тапқырлығын, жылдамдығын, эстетикалық талғамын көрсетеді. Және де соңғы бесінші кезеңіміз салт дәстүрді насихаттау сайысы. Мақсатымыз қазақ халқының ұлттық құндылықтарын, салт дәстүрін жас ұрпақ санасына сіңіру, келіндердің қазақи болмысын, танымын көрсету. Бұл бөлімде қатысушы келіндер белгілі бір салт дәстүрдің мәнін түсіндіріп, қалай орындалатынын қысқаша көрініспен көрсететін болады. Ендеше бүгінгі байқауымызда бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашқы болып сәлем сөздің анасы кезеңі бойынша сахна төріне Хайдарова Марифат сахна төріне шақырсақ. Өзбек екен милләтім, салам бермақ адатым. Шуның үшін деймін ки, Assalamu alaikum. Özbegimning qiziman, Tomalik ildiziman. Nodirayu Uvaysi, men ularning iziman. Alpamushu go'ro'g'li, men Termiziylar qiziman. Men Haydarova Ma'rifat. 1977-yil Go'zal Qorabuloq qishlog'ida dunyoga keldim. Hozirda turmushi o'rtog'im bilan 5 nafar farzandim bor. Allohga ming shukr, hayotimda juda baxtliman. 2 nevaram bor. Allohga shukr. Көп рахмет. Келесі кезекте бірінші кезең бойынша сахна төріне өзін таныстыру үшін Садықова Гүлзира сахна төріне шақырамыз. Армысыздар Әділғазы жылы жүзді, жиналған көрермендер жаны ізгі. Сәлем бердім, баршаңызға иіліп, қош келдіңіздер, сайысымызға жиылып. Киелі отырардың төрінен, ұлы жүздің қаңлы деген елмен. Мен Гүлзира сайысуға арнайы жеңіс туын көтерем деп келіп ем. Жан демеушім, Бейсенбегім жұбайым, сол бар жерде шырайлана шырайым. Перзенттерім, інжу маржан, мирас алмас алтындай, аманат қып
сыйға берген Құдайым. Рахмет. Көп рахмет. Және де өзін таныстыру үшін сахна төріне Еркін Аружан қабылыңыздар, қарсалыңыздар. Армысыздар көпшілік қауым, мен өзімді таныстырып кетейін. Шаттығына өмірдің бөленемін, сыйластыққа, байлыққа кенелемін. Армысыздар жиналған көпшілік қауым, сәлемімді иіліп мен беремін. Біз қыздармыз, жат жұртқа жаралғанбыз. Біз қыздармыз, қуаныштан нәр алғанбыз. Ұямыздан қанат жайып, ұшып кетіп, жаңа айға жайғастыр алғанбыз. Сунақ еліне қадамны мен бастым. Ержан қызы болам, атым Аружан. Бұл байқауға жырыммен шашу шаштым. Бұл байқауға асыған мен де келдім. Баршаңызға сәлемді тағы бердім. Келіндерге сәттілік тілеймін, тек көтеріңкі болсын деп көңілдерім. Қошеметтеріңіз. Және де соңғы қатысушымыз бірінші кезең бойынша Регебаева Бақытгүл. Қарсалыңыздар. Армысыздар, сәлем бердім ейлі. Бармысыздар, жақсыларым, күйінік. Қарсы алсаңыз құрметпенен сүйініп, келіп тұрмын бір Аллаға сүйініп. Ізгіліктің нұрлы жолын ұлықтап, пәк жүректі иман менен құлыптап, өнегелі ғибраттан мәніздеп жүрген жанның игі амалды сұрыптап. Мен жасымнан өр жібердім, серігем, тарақтының еркелеткен елігем, ұлы үмітпен сенімдерді ақтайтын есімім бар, бақ пен гүлге телеген. Шаңырақта кеңге жайған кереге, ырыс құт пен нақ бекіген кенере, Сейсенбайдың бақ гүлі мен болам, Іргебайдай дүратама немере. Мендегі тек қазақылық бар иба, жүректе иман, онсыз адам жарима. Атанам мен ата-енемдей бола алсам арманым жоқ, бойымда нық ари бар. Анам жүрген сара жолды таңдадым, еңбектесе жігерленіп талмадым. Асыл анам, асыл енем қажырынан қайратап, бір әулеттің менде ұрпағын жалғадым. Толқып тұрмын. Бір әулеттің менде ұрпағын жалғадым. Кешірім сұраймын. Өр намысты тарақтыдан тегім бар. Өсіп өнген қоңырат жетім жерім бар. Бақ ғұмырды нұқ тұғырлы ететін сүйеніштей арқа сүйер ерім бар. Жанарынан мөлдір тұнық нұр тұнған, қызғалдақтай ұл қызым бар, құлпырған. Шиелің намысымен кеп тұрмын алғыспенен, баталсам деп жұртымнан. Жанарына барша жұттың, жанар жүріздерінде болса деймін пәк күлкі, көңілдерді әлдилесін тәтті үміт. Бұл сайысқа қатысушы баршаға мен тіледім тек шынайы сәттілік. Рахмет. Құрметті қонақтар, осымен біздің бірінші кезеңіміз аяқталды. Және де әділқазылар алқасы бағаны соңында қорытынды ретінде шығарамыз ғой. Ендеше екінші кезеңге кезек берсек, екінші кезең бойынша бізде тіл өнердің кілті. Келіндерге ситуациялық және тапқырлық сұрақтар қойылатын болады. Сахна төріне қатысушы келіндерімізді шақырсақ.
қатысушы келінге мен мына жерде қазір 7 сұрақ болып тұр. Мен 2 сұрақтан қойып отырайын. Жауап бергеніне қарай бағалайтын боласыздар. Бірінші болып жауап беретін Хайдарова Марифат. Сізге қойылатын сұрақ: қонақтар аяқ асты келіп қалды, бірақ үйде шай қоюға қант жоқ. Не істейсіз? To'satdan kelgan mehmon atoyi xudo deydilar. Uyda qand bo'lmasa, shirin so'zim bilan, choy, bor narsam bilan, mehrim bilan kutib olaman. Rahmat. Kelesi болып жауап беретін Садықова Гүлзира келініміз, сізге сұрақ: атаң мен енең 2 түрлі тағамды сұрап отыр, бірақ екеуіне де бір уақыт берілуі керек. Қайсысын бірінші дайындайсыз? Атаң мен енең 2 түрлі тағамды сұрап отыр, бірақ екеуіне де бір уақытта берілуі керек. Қайсысын бірінші дайындайсыз? Екеуін де дайындаймын. Иә. Үшінші болып бізде жауап беретін Еркін Аружан. Сізге сұрақ: кішкентай балаң тамақ жегісі келмей жылап отыр. Қонақтармен дастарханда отырсыз. Қандай қулықпен балаға тамақ бересіз? Оны ойнатып кішкене алдап беруге тырысамын. Және де 4-ші сұрақ бізде Үргебаева Бақытгүл келінге қойылады. Сұрақты жақсылап тыңдасаңыз: енең ерте тұрып шай ішкісі келеді. Сен ұйықтап қалдың. Қалай жағдайды жұмсартып көңілін аударасыз? Қайырлы таң, мама, ұйықтап қаттым деймін. Келесі сұрақ бізде Хайдарова Марифат ханым сізге: базардан қайтып келе жатсаң, сөмкең жыртылып, азық-түлік жерге шашылып қалды. Көз алдыңда енең қарап тұр. Қалай сыпайы құтқарасыз? Chiroyli gap bilan qaynonamni e'tiborini olib, ko'zim bilan ko'ziga qarab turib, qo'lim bilan to'kilgan zotlarimni yig'ib olaman. Келесі сұрағымыз Гүлзира келініміз сізге: сіздің тамақ пісіруіңізді көріп тұрған енеңіз мен басқаша істейтінмін деп ескерту жасады. Не деп жауап қайтарасыз? Осылай істесе де дәмді болады. Мұны да көріңіз. Көп рахмет. Келесі сұрақ Еркін Аружан. Қайнатаның көйлегін үтіктеу керек еді. Сіз байқамай күйдіріп алдыңыз. Не айтасыз? Қайнатама басқа рубашканы алып беріп. Және де соңғы сұрақ бізде Үргебаева Бақытгүл келінімізге. Жаңа қойылған сұрақ: атаң мен енең 2 түрлі тағамды сұрап отыр, бірақ екеуіне де бір уақытта берілуі керек. Қайсысын бірінші дайындайсыз? Мен өзі бір уақытта бірнеше тамақ істегенді жақсы көрем, қолымнан келгенше. Қазіргі кезде көздері көп газым бар. Әр көзге әр қазанды қойып қатармен жасауға тырысамын. Рахмет. Екінші кезең біздің сұрақтарымыз осымен аяқталды. Қатысушылар рахмет. Келесі кезеңге дайындалуларыңызға рұқсат.
Ендеше қазір бізде кішкене үзіліс болсын, көрермендермен кішкене ойын ойнатсақ деп отырмыз. Сахна төріне Нилуфар ханымға кезек берсек. Армысыздар тағдырласа, кішігірім ойнайын жүрек, бәріміз сақ болайық, тыңдайық. Әдем мақалдардан айтып жүрейін. Жалғасын тапқан адамға приздарымыз бар. Біріншісі, қойшыны келіннің аяғынан көйтіп айтпаймыз. Қол көтереміз. Не ол мектеп сияқты? Олай айтуға болмайды ғой. Басқасын айт. Дау қарындастан Ауру астан. Ауру бастан. Толқын ағайын. Мемлекет айтты, Толқын ағайын сыйлығын беріп жүрсін. Және де бір сұрақ болып тұр мына жерде. Келіндерге қатысты, отбасыға, қызға қатысты әдемі 3 мақал айтатын адам бар ма екен арамызда? Келінге, қызға, отбасыға қатысты әдемі 3 мақал. Ал құрметті қонақтар, жаңағыдай бәріміз хормен айтпаймыз, хормен айтсаңыз сыйлық Нилуфардың өзіне қалып қояды. Біз оны алуымыз керек, дұрыс қой, иә? Сол үшін қол көтереміз и айт деп айтамыз, иә? Дұрыс қой енді, айтып отырмдар. Так, 4 аяқтыдан бота тату. Маған берші, мен айтайын. Жоқ, Ержан айтты. Ержан айтшы, кім не? Болды, приз Ибрагимов Ержанға. Музыка, қошеметтеріңіз. Так, келесі сұрақ. Абысын тату болса, ас көп деген. Ол айтылған жоқ қой? Айтылған жоқ. Кім айтады? Жоқ, Сейдін апай, сіз айтпайсыз. Кім айтады? Күләш апай ма? Айтыңызшы. Дальше, жалғасы. Жоқ, біз бір адамға беруіміз керек қой. Нақты айтыңызшы. Күләш апайға қошеметтеп қояйық, дұрыс айтты. Приз Күләш апайға. Келесі мақал жасыратынымыз. Так. Нилуфар, мұн жаққа да айтқызсаңдар. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсін, айтыңыздар. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсін. Жалғасын кім айтады? 1 минут. Тиштал, бір адам қол көтерді, айтсын. Жоқ, кім қол көтерді? Рахат апай, кеңіш бері. Сіз бе көтерген? Бер кеңіз. Жұмакүл апай, кім бірінші көтерді? Ведущий болған. Жұмакүл апай, кеңіз. Рахат апай, неге бұл қате жауап берсіз, жауап бересіз? Жұмакүл апай, келіңіз. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсін, жалғас айтыңыз. Ағайының қадірін жаралы болғанда білесің. Жаралы болғанда, жаралы. Жалалы болғанда, жалалы. Ағайының қадірін жалал болғанда білерсін дейді. Жұмакүл апайға қошемет. Приз беріңіздер.
осымен біздің сұрақтарымыз бітті. Сайыс жалғасады, иә? Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Ендеше бүгінгі келіндер бәйгесі сайысының 3-ші кезеңіне кезек берсек, 3-ші кезең бойынша бізде өнерлі келін, өрелі ұрпақ деп аталады. Келіндердің бойындағы ұлттық өнерге, шығармашылыққа деген қызығушылығын арттыру, көпшілік алдында өз өнерін еркін көрсетуге мүмкіндік беру. Әр қатысушы өз қалауы бойынша бір өнер түрін көрсететін болады. Ән айту, би билеу, күй немесе аспапта ойнау, өлең оқу, қолөнер бұйымын таныстыру, шағын театрландырылған көрініс көрсетсе де болады. Ендеше алғашқы болып сахна төріне Хайдарова Марифат келініміз өз өнерімен қарсы алыңыздар.
Сіздер Обаманың қатнашымыз. Рахмет. Бойынша келесі кезеңді қатысушымыз сахна төрінде Садықова Гүлзира қарсы алыңыздар. Төлеген Айбергенов, ана, арманым, ақтармын ба, жүрегімде тербесең, айға сіңді, қарындассың, қасиетті жерге сен, мен өзіңді, теңдесі жоқ құдіреттеп түсінем, сендік қуат, мың есе артық, жердің тарту күшімен. Сұлу әлем, әлем сұлу, сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап бараммен, сендік қуат болар бәлкім, басын иді көк маған, әркез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман, ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмау үшін менің шарқырады жүрегім. Шат жүріп ақ, қас қаққанша, боламын мен шерменде, жетім емес, кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелек болғанда ызадан, маған тіпті сөз келмейді, жұқтарда қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең, о аналар кей пасықты жаратасың не десең. Тас бауырлар дүниеге келсін де, тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан шеркенсін дейсің бе. Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдірет жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта дер дананы, даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Барша аналарыңыз аман болсын, сонымен қоса әкелеріңіз де аман болсын деп, қос бәйтерегім қабалыңыздар. Әкешім пана болған биік шыңым, үйреткен бұл өмірдің барлық сырын, жер бетін кезгенменен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезгенменен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қатеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін бақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін бақытқа балағаны. Сендердің арқаларың жүргеніміз, алаңсыз бұл өмірде күлгеніміз. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болса, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім. Келесі болып, өз өнері сайысы бойынша сахна төріне Еркін Аружан қабылыңыздар. Мұқағали Мақатаев, шыда, шыда. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады.
Үміттің құлан иек құлатаңы, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Түсінемін, жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой, шыдай түс дамылдағын. Йогтардың тәсілін қабылдағын, басқасына бас ұрып табынбағын. Шыда, тақ шыда, тауқылатқан тасқынның ақсына, кіршіксіз кір жуытпай намысына, қарысуға болады алысуға. Және де соңғы қатысушымыз Іргебаева Бақытгүл келінді қарсы алыңыздар өз өнерімен. Қайырлы күн тағы да баршаңызға. Менің де бір өнерім көркем өлең әрине. Әлібек Мейіржан Әлібекұлы, тәубеңеге. Таудан биік секілденіп талғамын, арыдан биік секілденіп арманың. Пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай ауланы. Ай, мен күнге өптіргім кеп жетелді, көлгірсейсің, көрмедім кеп жетелді. Тәубеңе кел, шетелді өз арайда көрілмайды, өзі туған мекенді. Қошеметте, көрмесеңіз несі бар жағдайды ақиқатпен шешіліп. Жылы сөзді естімеген кезінде керең болып туғандарды есімем. Тәубеңе кел, пенде болсаң несі бар? Сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолым жетпей қалғанда қос қолы жоқ пенделер дейсің. Бақыт мәңгі тұрсын десең басында, қанағат қылашуан батасында. Көлігім жоқ, деп ренжуң бекерлік аяғы жоқ адамдардың қасында. Толып алдыңда, түргісінге түтеді, тым болмаса айтпадым деп өлем. Ақын болып тумады деп науисың, бұл хал болып туғаныңда. Не терен? Құлақ түріп әркім айтқан пікірге, бойырасың бейберекет күпірге. Тау мен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкірде. Аман есен жүргеніңе шүкірде. Рахмет. Көп рахмет, бұл бізде соңғы қатысушымыз болатын өз өнері сайысы бойынша. Және де бізде келесі сайысымыз шебер келін дәмді салат деп аталады. Келіндердің ас дайындаудағы шеберлігін, тапқырлығын, жылдамдығын, эстетикалық талғамын көрсету. Кезең шарты бойынша әр келін өздеріне керекті азық түліктерді алып келеді. Уақыт 15 минут беріледі. Және қатысушылар сол жерде көпшілік алдында өздерінің сүйікті немесе ерекше салаттарын тез әрі дәмді етіп дайындауы тиіс. Салаттың тағамдық үйлесімі, тазалығы, безендірілуі, талғаммен ұсынуы және жылдамдығы ескеріледі. Әр келін салаттың атын ойлап тауып, қысқаша таныстырып өтеді. Ендеше қатысушыларымызды сахна төріне шақырамыз. Өздері салат дайындайды болады және салат дайын болғанша әнге кезек берсек, сахна төріне Назархан Құралай ханымды шақырсақ, өзінің керемет ән шашуын тартып өтсе. Мереке құтты болсын. Ортаға жүріп келейді. Yes.
шақырсақ. Көп рахмет. Күләш анамызға қошеметтеріңіз. Оқушыларымыз қызу жұмыс үстінде, сіздерге сәттілік тілейміз. Әрмен қарай кезекте тағы да әсем әнге берсек, сахна төріне Бабаханов, Баба Мұрат бауырымызды шақырсақ, қошеметті қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум көпшілік. Шыдаға микрофон. Шоу. Vatanım gülü
Var bol intiharlayın Köngüllerini kırıp kuş Devreye düş, devreye düş Köngüllerini kırıp kuş Devreye düş, devreye düş Ha! Oynayız yiğit kızlar El baktıya varsızlar Oynayız yiğit kızlar Şarap tarım küleyi kuş Devreye düş, devreye düş Mırza şerler yastın kuş Devreye düş, devreye düş Vatanın gülü sızılar Karnına yiğit çok kızılar Vatanın gülü sızılar Karnına yiğit çok kızlar zamanında azat kuş devreye düş, devreye düş zamanında azat kuş devreye düş, devreye düş, devreye düş, devreye düş. Assalamu aleykum tanrı dostlar amansızlarıma merhaba kutlu olsun. Nasip etmiş misalınga dağdan aldı nasip etmiş misalınga menge Xudo kuyleydi men seni gül canarindim gülmira gülmira qara gözliysen şimdi gülmira gülmira şirin sözliysen şimdi Gülmira, Gülmira, kara gözliysen şimdi Gülmira, Gülmira, şirin sözliysen şimdi Oh! Vafadarsın hattadır hayallerin Gülmira, Gülmira, kara gözliysen şimdi Gülmira, Gülmira, şirin sözliysen şimdi Gülmira, Gülmira, kara gözliysen şimdi Gülmira, Gülmira, şirin sözliysen şimdi
gözlerin Gülmira, Gülmira Kara gözlüysen şimdi Gülmira, Gülmira Şirin sözlüysen şimdi Gülmira, Gülmira Kara gözlüysen şimdi Gülmira, Gülmira Şirin sözlüysen şimdi Rahmet. Başlarınıza rahmet. Yerine bir ara ortalarında şıpağımızda biraz oldu. Bәріміз ауылдан шыққанбыз ғой. Bir тірі дауыспен Ибрагим Исаевтің сөзіне жазылған Құралай Сатмағанбетованың әні елге сатарды. Білетіндер барлығымыз қосылып бірге айтайық. Музыкасы жоқ, жуй айтамыз. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуын сатты. Күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де дос ел жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәріне туыс ел жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Мұрат бауырымызға қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Көп рахмет, қадірменді қонақтар. Ендеше біздің 4-ші кезең бойынша салат дайындау өнері келіндеріміздің салаттары дайын болған екен. Алғашқы болып өзінің жасаған туындысын салатын таныстыру үшін Хайдарова Марифат келінімізге сөз кезегін ұсынамыз. Менің дайындаған салатым өз ісімі білән каприз деп аталады. Fe'li sal nacharroq insonlarga ham sal gapirib yuborsak muz ketadi-yu. Shunga o'xshagan salat bu ham. Ozgina e'tiboring boshqa yoqqa ketsa, ta'mi buziladi. Bu salatga bodring, pomidor, tuxum, jug'ori, kukuruz, ya'ni sir, keyin chechin qo'shilib tayyorlanadi. Salat ko'rinib turmas sizlarga abdulqazlar alqasi. Шығып көрсеңіздер де болады. Болмаса әкеп берейін сіздерге. Бірінші қатысушымыздың салаты. Және де екінші қатысушымыз Садықова Гүлзира келініміздің дайындаған дүниесін таныстырсақ.
салатым бұл тойымды тіске басар отырар салаты. Және қосымша тәтті бәлішім бар. Шырынымен қоса. Өзіңіздікі өндірістікі дейді. Өзімдікі өндірістікі. Салатының құрамында тойымды дегеннен кейін ішінде ет бар, сәбіз бар, тәтті бұрыш, сарымсақ бар, қызанақ, қияр, тұз. Осыларды араластырып, тойымды отырар салатын шығардым. Алыңыздар, дәмді бағын беріңіздер. Алдарыңызға қойылды салатты дәмін көріп бағасын беріп жатарсыздар. Және де үшінші қатысушымыз Еркін Аружанның дайындаған салаты. Менің жасаған салатым радуга деп айтылады, яғни ол түрлі түсі болғаннан кейін әлі тез дайындалатын түске басыр. Аружанның салатын жеткізіп берейін. Құрамын айтып жіберіңіз. Құрамында огурц, қияр және қызанақ, колбаса и сыр. Сонымен черешки, майонез бар. Көп рахмет. Және де соңғы қатысушымыз Бақытгүл келініміздің дайындаған салаты. Менің дайындап алдарыңызға ұсынып жатқан салатым винегрет, құрамы қызылша, картошка, жұмыртқа, және де сәбіз, тұздалған қияр, майлығына майонез немесе басқа да салатқа қосуға болатын майлар қолдануға болады, бірақ өтімді көп майонез болған үшін соны қостым. Тойымды өте жаңағы құнарлы, өзіме қатты ұнайтын болған соң осы салат таңдадым. Айтып өтейін деген, тураған кезде бірімізден жарысып жатырған шығармыз деп турадан кішкене не болуы мүмкін, ол үшін кешірім сұрап қоямын. Көп рахмет. Аз ғана уақыттың ішінде барлығын жасап үлгерді. Келіндерімізге енді келесі сайысымызға дайындалуға рұқсат. Салаттарды өздеріңіз дәмін көрдіңіздер, бағасын бере жатарсыздар. Және де бізде соңғы байқау кезеңдері бойынша соңғы кезең салт дәстүрді насихаттау сайысы деп аталады. Мақсаты қазақ халқының ұлттық құндылықтарын, салт дәстүрін жас ұрпақ санасына сіңіру, келіндердің қазақи болмысын, танымын көрсету. Бұл бөлімде қатысушы келіндер белгілі бір салт дәстүрдің мәнін түсіндіріп, қалай орындалатынын қысқаша көрініспен көрсететін болады. Және де 5-ші кезең бойынша дайын болсақ, Хайдарова Марифат келінімізді сахна төріне шақырсақ, 5-ші кезең бойынша. Дайын ба?
Көп рахмет алдарыңызға өнер көрсеткен Хайдарова Марифат. Дұрыс па? Құрметті көрермендер, қымбатты, осы жерде жюри ағзалар болып отырған ағаларымыз, әпкелеріміз, Зәуре ханым, осы жерде отырған әпкеміз, барлығыңызға жылынды сәлем. Біздің қазіргі осы өтеп жатқан дәстүріміз Үзбек дәстүрінен есептеледі. Сіздерге Зәуре ханымға бір сәлем. Осы апатайымызға бір салам. Елшегімізге бір салам. Біздің ағамыз, бас ағамыз Толқынбек Кәрімшековқа бір сәлем. Осы жерде отырған барлық әріптес мейірімді жандарға бір сәлем. Осы диктор баламызға да бір сәлем. Келіннің бетін ашамыз. Иә. Енді келіннің беті ашылды. Енді сіздерге шай береміз, Құдай қаласа. Қолынан шай ішеміз келіннің. Көп рахмет. Және де салт дәстүрді насихаттау сайысы бойынша келесі кезекте сахна төрінде Садықова Гүлзира қатысушымызды қарсы алыңыздар.
Қатысушыларымызға шабыт сыйлап, кішкене қошаметтеп қойыңыздар. Келін қайда? Келін шай қойдың ба? Алысындарың кеп қалды. Бүгін біздің үйде той ғой. Амансыз ба абысын? Арманды шеше, Көп жаса. құтты болсын айналайын. Шеше, біз сізден кейін отырамыз ғой. Амансыз ба абысын? Немереміздің бауы берік болсын. Айтсын, айтсын. Рахмет, рахмет. Сендерге де жұғысты болсын. Өркендеріңіз өссін. Айналайын бақытты бол. Көп жаса. Айналайын, келінім, кел. Сен біздің әулетімізге ұл сыйладың. Ата-баба салтымен бүгін біз саған кимешек кигіземіз. Кимешекті салтымызда қазақ әйелдері есте жоқ ескі заманнан тұрақты, дәстүрлі түрде киген. Оны жас босанған, ана атанған келінге үлкен әжелері арнайы кестелеп тігілген, алдын ала дайындалған ақ жаулықты кимешегін басына кигізіп, батасын беріп, ізетті ұрпақ тәрбиеле деп батасын беретін болған айналайын. Сол дәстүрді бүгін жалғап отырған жайымыз ғой. Ой айналайын, өркендерің өссін. Біздің ұрпағымызды көбейтіп отырған саған мың алғыс. Шешей, осы салт дәстүрді қолға алғанымыз қандай керемет болды. Мына өсіп келатқан өскелең ұрпағымыз бұдан бейхабар ғой. Осыны енді қолға алғанымыз қандай керемет. Ал енді бастап мына жас келінге кимешекті кигізейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал шешей, бастаңыз өзіңіз. Келе ғой айналайын. Айналайын. Кел маңайыңнан сүйіп қояйын. Бала келін едің, енді Бүгін кеше ғана бала келін едің. Бүгін міне ана келін болдың. Енді дана келін бол. Өз, өн, ұрпағың ізетті, тәрбиелі, сабырлы, салихалы, саналы, мейірімді, мейірбан ұрпақ болсын. Қайырымды, қайырлы ұрпақ болсын. Құтты болсын ақ жаулық. Дұрыс айтасыз шешей. Құдай қаласа, немереден шөбере сүйіп, Құдай қаласа осы еліміздің туын көкке желбіретіп, ұрпағымызды көбейтіп отырған айналайын ақ келінге өмір жасың ұзақ болсын. Осындай кішкентай нәрестелерді өмірге әкеліп, ұрпағын көбейтіп, мың жасай бер. Ұрпағымыз көбей берсін шешей. Ал енді салтымызға қарай, ары қарай сый сияпатымызды берейік жас келінге. Мынау бір күміс білезігім еді. Баяғда тұңғышымды босанғанда марқұм әжем осы бір күмісті қолыма кигізген еді. Әрбір әйелдің қолында бір күмісі болсын, ол тазалықтың белгісі деген еді. Бүгін міне саған аманат қып, мен де кигізейін. Өз қарағым, өн, енді әулетіміздің ары қарап жалғастырушысы өзіңсің. Өсе бер. Айналайын ақ келін, саған да алтындай жарқырап жүрсін деп қолымдағы алтын беріп отырмын. Ұрпағымыз көбей берсін, мың жасасын, өссін, көбейсін. Айналайын, көбейіңдер, бақытты болыңдар, ұрпақтарымызбен мың жасай берейік. Алтындай болып жарқырай бер.
айналайын ақ келінме, менің де бір сыбыс сияпатым бар еді, табыстайын. Елеңнің көзіндей көріп жүр айналайын. Ұрпақтарымызбен мың жасай берейік шешей, құтты болсын. Айтсын. Бәріңе де осындай немере шөбере жұғысты болсын. Осы бір кимешек, тарихы мен қасиеті де бар. Ежелде есте жоқ ескі замандарда екі тайпа дауласып жанжалдасқанда, оған ақ жаулықты үлкен аналарымыз араша түскен. Араша түсіп, басындағы ақ жаулықты кимешегін суырып салып, ортаға тастағанда, осы бір қасиетті де киелі кимешектен ешкім аттап өте алмай бітімге келген. Міне, саналы жас ұрпақ. Бүгінде осы бір ұмытылып бара жатқан кимешек кигізу дәстүріне куә болдыңыздар. Біліп жүріңіздер. Ендеше ағысындар, үлкен отауға барып шай ішейік. Рахмет аяулымда, ардақты әжелерім, үміттеріңізді ақтап. Баршаңызға. Көп рахмет. Алдарыңызда дәстүр салт бойынша өнер көрсеткен Садықова Гүлзира қошеметтеріңіз. Кезең бойынша сахна төріне Еркін Аружан қарсы алыңыздар. Мен тұсаукесер рәсімін таңдадым. Қазір мен өзімнің сіңілімді таңдадым. Тұсаукесер рәсімі кішкентай баланың егер өздігінен жүріп бастаған уақытын тұсаукесер деп, сіңілімнің тұсауын кесу үшін ұстазымыз Ержан ағай шақырсақ. Сізге ұқсап ақты төсегенім жолы ашық болсын дегенім, соңын кескен ала жіпті байлаған себебім, өмірінде жолы ашық болып, аяғын қадамын нық басып, сіз сияқты ұлағатты ұстаз болып, білімпаз болсын деген ниетпен сізге кестіруді жөн санадым. Аяқ астынан беріп қаласына өсті. Кәрім, кішкентай қызыңыз қайда? Сен үшін қызымның өзім аяғымды шалып алдын ала айтып не алсаңдар болады ғой. Сауымды кесейін, күрмеуімді шешейін, айналайын қадам бас. Қаз балам. Опа, бисмиллахиррахманиррахим. Үлкен азамат болып өсе бер. Жетістікке жете бер. Ата-аналарыңның сүйіктісі бол. Әжелерінің немересі бол. Әрқашанда ұзағың алдың ашық болсын. Ұзаққа өмірің ұзаққа созылсын. Жақсылық болсын. Аманшылық болсын. Мен таңдауға кітап ретінде парақты қойдым, сосын парақ қойдым, айна қойдым.
тарақты ұстағаны Хасылу сияқты солға ұқсатып Хасылу болсын деген. Қаншайым болсын деген. Керемет, қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Сіздердің тамашалағандарыңыз тұсаукесер дәстүрі болатын. Және де бізде 5-ші кезең бойынша соңғы қатысушымыз Іргебаева Бақытгүл сахна төріне шақырсақ, салт дәстүрі бойынша қысқаша көрініспен түсіндіріп өтетін болады. Барлығыңызға үлкен керемет бұған дейінгі тал бесікті таянған барша анаға мың сәлем. Кешіріңіздер. Менің бүгінгі таңдап алғаным салт дәстүр біздің қазағымыздың барша ұлттың әрбір ананың таянып дүниеқұсын 4 бөліп сәбилерін өсіретін бесік. Менің ең жақсы көретін жатын төсек. Бөпелеріміздің осында өскеніне мен өте қуаныштымын. Тал бесік қазіргі кезде көп келіндер қолдана бермейді. Ол өте өкінішті әрине. Бұл бесіктің көрсетер өнегелі, ұлағатты, кереметтей сәбиге берер дене саулығына байланысты берері көп. Ең біріншіден тазалық, асты таза жатады. Мен балапандарым асты ешқашан ығалданған емес. Үлкені де кішісі де бәрі өз түбегіне түсетін. Екіншіден ұйқысы өте тыныш. Мен қыз баланы бесікке салуға болар еді, ол бөпе өсіп кеткендіктен өзінің ойыншығыменен келіп отырмын. Бұл да әдемі бесік, қолымыздан келгенше өз қуыршағын құндақтап бөліп әкелдім. Бесіктің айтары көп. Бесікке бала саларда баланы өте тазалықпенен жуындырып, шайындырып, тойындырып, бесікке саларда ешкімнің дыбысы шықпастан тып-тыныш қана салып, жөргегін ыждахаттықпен бөлеп қойса, өте жақсы ұйықтайды. Аналарымыздың әрбірі бесікке баласын бөлерде менің қолым емес, ата-бабам, аналарымыздың қолы, Хадиша анамыздың қолы деп жатады. Сондай-ақ мен де солай қолымнан келгенше бөбегімізді өсірдім. Осы бесікте жатқызып өсірдім. Әлде бөбегім бесігіңе бөледім. Атаңның тілегісің, әжеңнің жүрегісің. Бой жетесің ертең-ақ. Мұны анаң мұны біледі шын. Сені бәрі жақсы көреді. Тербетемін, мен осылайша сені ұйықтасын деп. Әлделеп ән айтқанда мен өз жүрегіне шыққан сөздерменен тербетем. Әуенге мына жерге ұялып отырмын, шынын айтсам. Кешірім сұраймын, бәріңізге рахмет. Көп рахмет. Кезең бойынша соңғы қатысушымыз болатын. Және де ендеше кезекті әділ қазылар алқасы қорытынды бағаларыңызды дайындауға, ақылдасу бөлмесіне сіздерді шығарып саламыз. Қошеметтеріңіз. Және де бізде қорытынды баға дайын болғанша бір әсем әніміз бар. Нилуфар әпке әнші. Ән бар ма? Райхан апай. Райхан апамыз.
Қошеметтеріңіз және де әділ-қазылар алқасының қорытындысы дайын болғанша қатысушыларымыздан бір өз өнері болса дейміз. Сахнада Садықова Гүлзира қарсы алыңыздар. Балғын тәтті тілегімменен қадам басып ілгері келем. Күннің нұры ай сәулесінен өткен күннің іздерін көрем. Құшағымды сағындым анам, жұбатады жанымды санам. Қасиетің қорғаныш маған, әнімменен табынам саған. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Бөбегімнің қорып ұйқысын, жадыңдамын күнім дейтінсің. Ертеңімді әрдайым ойлап, аман болсын нұрым дейтінсің. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Сұрағым көп өмірге мынау, жаныңдамын көңілде қырау. Бақыт нәрін сезген сәттерде, қуат берген сенің демін ау. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Әттең аяу әттең, тағдыр неткен қаттең. Жадымдасың мәңгі ана деген атпен. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елеп елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің дүрбең жоллары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем, бармасам елге болмайды. Тынысымды ашам, тілеймін елге маңдайды. Еп жақындарым, аттанып
кеткен келмеске, көз көргендерде азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де тылыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем, бармасам елге болмайды. Көрсек, Назарқұл Құралай әпкемізді сахна төріне шақырсақ, өзінің әсем әнін сіздерге тарту етпек. Қабыл алыңыздар. Ал мереке құтты болсын. Арулардың махаббаты іздары, шешілмеген жұмбақтай ғой бізге әлі. Қыз жібекте жаны сұлу нәзік, шіркін қандай қазағымның қыздары. Көп рахмет Құралай апамызға, қошеметтеріңіз болсын.
Және де бүгінгі біздің байқауымыздың қорытындысы дайын болған екен. Ендеше сахна төріне әділ қазылар алқасын құрметпен шақырамыз. Сахна төріне келіңіздер. Және де сонымен қатар қорытынды бойынша сахна төріне Түркістан облысы зағип жандар қоғамдық бірлестігінің басшысы Айтек Зәуре Абдразаққызын және де Сайрам ауданы зағиптар қоғамы өкілі Каримшиков Толқын мырзаны, сонымен қатар Түркістан қалалық зағиптар қоғамдық бірлестігінің өкілі Садуова қымбат ханымдарды сахна төріне зор құрметпен, қошеметпен шақырамыз. Рахмет. Сөз кезегі Зәуре ханым өзіңізде. Барша мынау көрермендер өте керемет бір мәдени шараның куәсі болдық. Мына келіндерге, біздің қыздарымызға көп рахмет. Сценарийда, дайындықтарда өте күшті, керемет, жоғары деңгейде өтті, Дұрыс қой, Келіндерге жақсылап бір қошемет қояқшы, Рахмет. Және ұйымдастырушы, жүргізуші жігіт, өзіңе рахмет, әдемі жүргіздің. Ұйымдастырып жатқан осы жердің бәрін жүгіріп жүрген Нұрлифарға рахмет. Марат Набиұлына рахмет, баршаңызға. Және де келіп, біздің қыздарға қиқулап, қошеметтеп отырған сіздерге рахмет айтайын. Кезекті әділ қазылар өздері айтады. Негізі бізде мынандай бар. Жалпы біздің қоғамның басты мақсаты зағип жандарды тауып, оларды қоғамға тартып, және де осындай керемет өнерлі жастардың өнерін ортаға шығарып, насихаттау. Плюс біздің салт дәстүрді олар насихаттап жатыр. Өте керемет. Сол үшін алғыс айтамыз. Осы тақырыпта, осы мақсатта бүгін 100% орындалды деп есептеймін. Сол Құдай қаласа әрдайым зор денсаулық тілеймін. Құдай қаласа жаңағыда кимешек кигізді ғой, сол дәстүр маған қатты ұнады, қазір негізі қалып қойған дәстүр ол мына керемет бізге еске сүрді. Кім еді отырардан, қыз, Гүзера. Сол қыздың несі өте ұнады. Жалпы қыздар бәрі молодцы, күшті, керемет. Рахмет айтам. Және де біздің сонау Сайрам аудан қатысушы кеп отқан кім ата? Хайдарова қызға рахмет айтам. Сосын Сауран ауданының группа кеп отыр, қолдау Толқынбек Юлдашевич. Осы кісінің бір керемет әңгімесін тыңдайық, Сіздерге көп рахмет. Тоқынада сізге сөз кезек. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер, және мына жерде қатысушылар, мынау осы бүгінгі қатысуны ұйыстырған нелерге рахметімізді айтамыз. Біз мынау менің бүгін вообще мынау жүрегім толқынып тұр. Ондай концерт бүгінгі мынау ишара өте күшті өтті деп айтамын мен. Çünkü mınау жүрекке тиетін, жүрекке жететін айтылды, ойналды мынау сахналар барлығы. Мен рахметімді айтамын ол қыздарға. Ол қыздарымыз бодында биіктерге көтеріле берсін. Бұны ұйымдастырып берген мынау инелерімізге, сіңілдерімізге, қарындастарымызға барлығы рахметімді айтамын. Мынау қазір біздіңкі мынау зағыптар қоғамымызда өте күшті нелер бар. Мынау ишаралар өтіп жатыр. Бәрі жоқта бұндай ишаралар көбейеді бодында, Құдай қаласа. Не дейміз? Бұндай эстафеталарды барлығымыз алып жүре берейік. Бұл салт дәстүріне бодында күшейтіле берейік. Дендеріңіз сау болсын. Біздің Сайрамға да Құдай қаласа ұйымдастырамыз ишара.
Bizler de ötküzүүгө аракет жасайбыз, Кудай кааласа. Эndi bu жыл эмес, кийинки жыл. Эndi bu жыл уже жыл бүтүп атыр. Отчеттер істеу керек, басқа кылуу керек. Мана биздин баштыгыбыз Забир Абдыразак кыз отур, Түркістан облусунун. Не деймиз? Забирге мыкты ден салгы тилеймиз. Осы коғамды башкарып, ужумду башкарып жүргөнү үчүн үлкен рахметибизди айтабыз. Мынау кыздарымызга, мынау катышкан кыздарымызга баарыңызга бірінші орын беруге болады. Рахметімді айтамын яна бір рет. Рахмет сіздерге. Қымбат ханым. Іс-шарамыз жақсы өтті. 100% деуге болады. Енді жаңа келіндер сайысы өте жақсы. Біздің қазіргі кездегі немізге мотивация, мықты жақсы мотивация болып жатыр келіндерімізге. Осындай үлгілі, келінді инабатты келін болуларына өте қуаныштымыз. Үстіп қазағымыздың салт дәстүрімізді үстіп ары қарай дамыта беріңіздер. Бәріңізге рахмет айтам. Шақырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Рахмет. Көп рахмет. Енді жекелесі сөзді Абдулқазылар алқасына берсек. Құрметті қонақтар, бүгінгі іс-шараға қатысып жатқан қадірлі де қымбатты асыл жандар, қымбатты Асқар Таудай әкелеріміз, мынау керемет келін сайысы өтіп жатыр. Сол сайысты ұйымдастырып, осындай дәрежеге жетіп жатқан Мигара қызымызға алғысымыз шексіз. Мынау келіндер өте керемет, тамаша алтын асықтай болған келіндер, иненің көзінен өткендей бір керемет дәрежеде дайындалып келген екенсіздер. Сіздерге алғысымыз шексіз. Сайыс болғаннан кейін кем кетістігі болады. Оны әлі жассыңдар. Өте сенімдеміз сендерге, түзетуге асығыңдар. Әрқашанда дендеріңіз сау болсын. Осы қоғамда әрқашанда ешқандай жаманшылық болмасын. Іс-шаралары көбейіп, бұдан да асқақтап мерейлеріңіз асқақтай берілсін. Дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Мынау келіндер бұдан да супер келін болып сайысқа қатыса берсін. Көп рахмет. Ендеше марапаттарымызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі байқауымыздың марапаты бойынша қонақ жайлық ханшайымы номинациясымен Іргебаева Бақытгүл марапаттамада. Қонақ жайлық ханшайымы. Қошеметтеріңіз. Арнайы номинацияны табыстасақ, және де сый-сияпатыңызды қабыл алыңыз. Марапат иелеріне қошеметтеріңіз. Арнайы сый-сияпатыңызды қабыл алыңыз. Және де бүгінгі байқауға қатысып, ұлттық өнерді насихаттаушы келін номинациясымен Еркін Аружан марапаттамада. Бізде байқап тұрсаңыздар, бүгінгі байқау бойынша бірінші орын, екінші орын деген нәрсе жоқ. Номинация бойынша барлығыңыз жеңімпазсыздар. Арнайы сый-сияпатыңызды қабыл алыңыз. Сонымен қатар бүгінгі байқаудың сыпайылық символы номинациясымен Садықова Гүлзира келініміз марапаттамада. Арнайы номинациямызды және де сый-сияпатымызды қабыл алыңыз. Марапат иелеріне қошеметтеріңіз. Және де бүгінгі байқаудың қорытындысы бойынша супер келін номинациясымен Хайдарова Марифат марапаттамада.
қошеметтеріңіз арнайы сый сияпатыңызды қабыл алыңыздар. Марапат иелері, марапаттарыңыз құтты болсын. Баршаңызды естелікке суретке түсуге шақырамыз. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Көп рахмет, ардақты аналар, аяулы келіндер. Бүгінгі кеш сіздердің асыл бейнелеріңізді паш етіп, мейірімділік пен шапағаттың нұрын төкті. Үйлеріңіз берекелі, өмірлеріңіз қуанышты болсын. Және де барша көрерменге, қонақтарға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше саламатта болыңыздар.